Сәлем достар, біз бүгін уәде бергеніміздей балаларға арналған тамақтар дайындайтын боламыз. Біздің бірінші дайындайтын тамағымыз үкі, жеуге жарамды үкі. Көп балалар тамақ жемей, тамаққа аппетиттері болмай жатады. Сондай уақытта балалар жейтін тамақ тек қана дәмді емес, сонымен қатар қызықты, тартымды болу керек. Міне, көріп тұрғандарыңыздай картоп езбесін осылай ыдысқа орналастырып алдық. Біз бүгін үкі жасап жатырмыз. Мынау үкіміздің денесі. Мынау бізде рыбный котлет. Ол үкінің басы болады. Рыбный котлетті біз қалай пісіретінін осыған дейін көрсеткен болатынбыз. Видеоның төменіне осы рыбный котлеттің ссылкасын тағы да тастаймын. Қажет болып жатса қарауларыңызға болады. Енді біз жұмыртқадан үкінің көзін жасаймыз. Осылай көлемі кішкентай жұмыртқаны кесіп алдық, қайнатып алдық әуелі. Міне көзін жасап жатырмыз. Енді оливкіден көзінің қарашығын жасаймыз. Балдарыңызға таңғы асқа болсын, обедке болсын, кез келген уақыттағы тамаққа істеп беріңіздер. Балдар қызығып жейді деп ойлаймын. Енді міне қиярдан үкінің қанаттарын, аяғын және қабағын жасаймыз. Мынау бізде қанаттарымыз. Барлық жері жеуге жарамды. Қанаты да, аяғы да, көзінің қарашығы, барлық жері дәмді. Міне қанаттарымыз дайын болды. Аяғымыз. Киімге ілгегімізді салып жатырық. Бізде сондай әдемі үкі шығып жатыр. Күлкілі, мультфильмдерде кездесетіндей. Қабағымыз. Енді помидордан мұрын жасаймыз. Міне, мұрнымыз дайын. Осылай бізде тамағымыз дайын болды. Сіздер де осылай балдарға жасап берсеңіздер болады. Әрі дәмді, әрі пайдалы. Кешкі асқа, таңғы асқа, обедке, кез келген уақытта жеуге болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Бізден тағы да видеолар күтіңіздер. Тағы да осындай қызықты видеолар жасайтын боламыз. Сау болыңыздар.